Жұлдызшылар айтады, адам қай жылы туылса, мінез құлқы сол жылдың егесі саналатын жануардыкіне ұқсас келеді деп. Оның қаншалықты шындыққа жанасатынын өзіңіз пайымдап көріңіз. Назарларыңызда қазақы жыл санау кестесі. 12 жылдық цикл. Өз жылыңыздың иесі қай жануар екенін білмесеңіз, бұл кестеге назар аударыңыз. Тышқан, әділ, кеңпейілді, жомарт жүректі және өзін-өзін басқара біледі. Әркіммен тіл табыса білетін қасиетінің арқасында таныстары жетерлік, бірақ нағыз досқа мұқтаж. Ақыл ой жағынан алып бара жатқан ерекшелігі болмағанымен, алға қойған мақсатына жетпей тынбайтынына көпшілік тәнті. Олардан жақсы саудагер, жазушы, сыншы және публицист шығуы мүмкін. Сиыр, алған бетінен қайтпайтын қыңыр, бірақ өз-өзіне өте сенімді, бейнеткеш, үнемі көш басынан көрінгісі келеді. Сырттай қараған адамға сабырлы болып көрінуі мүмкін, бірақ ашуланғанда жан-жағын жайпап жіберуден тайынбайды. Ондай кезде өз-өзіне есеп те бере алмайды. Мүмкіндігі келсе, сиыр белгісіндегілерді себепсіз мазаламай қойған дұрыс. Барыс, мейірімділігінде шек жоқ. Құдайдан басқа ешкімнен қорықпайтындардың қатарынан. Тереңнен ойлай біледі, сезімтал және көңіл күйдің адамы. Оған сену қауіпті, бірақ барыс жылғылардың өзі ешкімге сене бермейді. Жасы үлкендермен және өзінен бір саты төмен адамдармен жиі кекілжіңге келіп қала береді. Қоян, жақсы сөйлей біледі, талантты, ұстамды, тыныш, талғамы биік. Айналасындағыларға үнемі өз-өзін көрсеткісі кеп тұрады. Шешім қабылдауға келгенде асығып аптықпайды. Қоян жылы туылғандар көбіне бизнесмен, заңгер, дипломат мамандықтарының шебері. Актерлік шеберлігі де бір төбе. Содан да олардан театр мен кино саласының майталмандары шығуы мүмкін. Ұлу, өзгелерден өмірлік күш қуаты мен денсаулығының мықтылығымен ерекшеленеді. Бірақ бірбеткей, кез келген нәрсені бірден көңіліне алып қалады. Қызба мінезді. Қоғамдағы ықпалы күшті болғандықтан да оны көбі сыйлайды. Әдетте ұлу жылғылар карьералық табалдырықтың биігіне ұмтылғыш және көздегеніне жетпей қоймайды. 200-ділік оларға тән емес. Бетің бар, жүзің бар демей, ойындағыны тіке айта салады. Жылан, өзінің тәжірибесіне, ақылына ғана сүйеніп, көзімен көргеніне ғана сенетін адамдар. Ал өзгенің қатесінен сабақ ала біледі, адам тани алады. Жолы болғыштығы сондай, қанша керек, сонша ақша табуға қауқары да жетеді. Бір жаманы, құмар ойындардың қызығына түсіп, барынан жиі айырылып қалып жатады. Жаратылысынан адам баласына сенбейді. Өзінің эмоциясын жасырып, үнемі күліп жүреді. Жылқы, бойында күш қуаты тасып тұрған олар қай кезде де көңілді жүреді. Адамдарды тез баурап алатын қасиеті де бар. Сол себептен де жан-жағына шуақ сыйлап жүреді. Ақшаға өте ықтиятты. Махаббаттың жолында еш аянып қалмайды. Тез ашуланып, тез басылады. Ешкімге тәуелді болғысы жоқ. Біреудің ақылына мұқтаж емес, тек өзінің ғана түйсігіне сенеді. Қой, шынайы, жайдары мінезді өте талантты жандар. Оның үстіне тұйық әрі кері тартпалығы да бар. Жоғары талғам иесі, өнердің әр түріне икемді келеді.
өзінің материалдық байлығы асып тасып жатпаса да, жоқ жітіктерді жарылқап, жақсы сөзбен болса да, жанына демеу болуға тырысады. Өмірі қандай болса, солай қабылдайды. Мешін бүгін бір нәрсе айтса, ертең ол ойынан айнып шыға келеді. Оларға сену қиын, бірақ ақылдылығы жағынан асып түседі. Жолы болғыш, жоқтан барды құрастырып шығаруға бейім. Өз еркі өзінде болып үйреніп қалған жандар. Қызба мінезді, кез келген мәселеден сытылып кете салады. Бірақ мешін жылғыларды ыңғайға бұрып, айтқанға көндіру оп-оңай. Жолында еш кедергі жоқ болса, биіктерден көрінуге барын салады. Тауық аузын ашса, ар жағынан жүрегі көрініп тұратын ақ көңіл адамдар. Еңбек сүйгіш, батыл, ананы да, мынаны да білгісі кеп жүргені. Жұрттың назарында болғанды, өзін мақтағанды жақсы көреді. Ешкімге сенбейді, тек өз дегенімен жүреді. Тапқан таянғанын бейберекет жұмсап, ақыр соңында ақшасының қайда кеткенінде білмей қалады. Ит әділдікті жаны сүйеді, өзінің құқығы үшін күресуге бар күшін сарып етеді. Оны материалдық байлық қызықтыра бермейді. Қаражат керек болып бара жатса, жерден қазса да қаражат табады. Басқаларға мен тағып, сын айтуға бейім келеді. Жасына жас қосыла келе, ол мінезі біртіндеп басылады. Бұл жылы дүниеге келгендердің арасында мұғалімдер мен бизнесмендер көптеп кездеседі. Доңыз, оларға әркез арқа сүйеуге болады. Жақсы серіктес, үлкен ақыл иесі, білім алуға талпынысы жоғары болғанымен, ұяң мінезінің кесірінен көп нәрседен құр қалуы мүмкін. Аз сөйлеп, кез келген мәселені ақылмен шешіп үйренген. Ұрыс керіс дегенді ұнатпайды. Достары саусақпен санарлықтай. Бірақ олар өмір бойы шынайы дос болып қалады. Жан жағының шашылып жатқаны оған таңсық емес. Доңыз жылғылардың денсаулығына бұдан зиян келуі мүмкін. Достар, бұл 12 жылдың иелеріне берілген қысқаша сипаттама болды. Алдағы уақытта толық нұсқасын жариялайтын боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.